Сәлем достар, бүгінгі тақырып жүктіліктің 3-ші аптасы туралы болмақ. Жүктіліктің 3-ші аптасы қалай өтеді? Екіқабат әйелдерде сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Жүктіліктің 3-ші аптасында да әйел өзінің екіқабат екенін білмеуі мүмкін. Бұл кезде де УЗИ анық көрсетпейді. Себебі ұрық енді ғана жатырға бекінеді, ол әлі өте кішкентай, ол УЗИге тіпті көрінбейді. Сол себепті де бұл кезде біз біле алмаймыз екіқабат екенімізді емес екенімізді. Сол себепті де тек қана бір симптомдары болуы мүмкін, онда да ол қатты айтарлықтай байқалмайды. Бұл кезде әйелде 3 апталық екіқабаттық кезде әйелде егер уақытылы сізге жаңа менструация келетін болса, бұл кезде сізге сол уақытқа түсіп қалатын болса, екіқабаттық уақытыңызға түсіп қалатын болса, кішкене менструацияңыз кешігуі мүмкін. Оның орнына жаңағы жағылып, қоңырқай секілді кішігірім выделение келуі мүмкін. Бұл дегеніміз ұрық жатырға бекінді деген сөз, ол 3-ші аптаның басында болады. Бұл кезде әйелдің көңіл күйі аумалы-төкпелі бола бастайды. Шаршаңқылық болады. Және де енді кішкене адам бәрібір өзінің денесінде өзгеріс болып жатқан сезімтал әйелдер сезуі мүмкін. Бірақ өзге енді барлығы бірден білмейді, екіқабат екенін емес екендігін. Бұл кезде тест алып жасаудың да қажет жоқ, УЗИде де көрінбейді. Сол себепті осындай кішігірім симптомдары болуы мүмкін, шаршаңқылық, болмаса жаңағы көңіл күйдің аумалы-төкпелігі деген секілді осындай дүниелер ғана болуы мүмкін. Егер бұл кезде тағы бір қауіпті болатын жағы, осы бекінген ұрықтың қайтадан түсіп қалуы мүмкін. Егер де әйел көп стресске түссе, егер де әйел өте қатты ашуланшақ болса, немесе әртүрлі спирттік ішімдер ішіп, темекі тартып дегенде осындай дүниелер оның өмір стилі болса, онда егер екіқабаттықты жоспарлап жүрсеңіз, онда бұлардан мүлдем бас тартқан дұрыс. Себебі мұның бәрі бала қатты әсер етеді. Сонымен қатар, егер осы екіқабаттықты жоспарлап жүрсеңіз, 3-ші апта болды-ау деп ішіңізден ойлап жүрсеңіз, бір сәби күтуді қатты қалап жүрсеңіз, онда оған дұрыс тамақтану керек болады. Бұл кезде көбіне көп фолиевая кислота ішіп бастайды кейбір әйелдер көпшілігі білмейді ғой, бірақ бұл кезде ХГЧ тапсыруға болады делінген. Бірақ енді мен оған асықпауға кеңес берер едім, себебі бұл жерде де нақты көрінбеуі мүмкін. Сол себепті де тек қана денсаулық күтіп, спортпен айналысып, қатты бір ауыр көтермей, күтініп, көбірек таза ауада серуендеп, сондай бір дүниелермен айналысқан дұрыс болады. Және де дұрыс тамақтану керек. Көп витаминге бай, минералға бай тағамдарды көп жеу керек. Мысалы, ет, балық секілді. Одан бөлек бұл кезде көбіне көп дәрігерлер кальций ішуді, сонымен қатар Д витамин ішуді кеңес береді. Екеуінде ешқандай зияны жоқ. Кальций, Д витамин нағыз керек деп айтушы едім, себебі бізден бала қалай екіқабат болдық, солай кальцийді ала бастайды. Көбіне көп екіқабат әйелдердің тісінің кетіп қалатыны сондықтан тістен ала бастауы мүмкінді ішіміздегі бала. Тісінің кетіп қалу, тісіне құрт түсуі деген секілді. Әсіресе бала еміздіргенде, екіқабат болған кезде осындай кальцийді, бала өзіне жетпеген кальцийді әйелдің организмінен алғандықтан бізге өзіміздің организмімізге сол кальцийге бай өнімдерді көбірек жеуіміз керек. Құрт, айран секілді, сүт, қымыз, шұбат, қымыран болсын. Болмаса кәдімгідей кальций алып ішсеңіз де болады, Д витамин ішу керек. Сонымен қатар балық өнімдерін айттық, ет өнімдерін көп жеу керек. Одан бөлек сухофрукты дейміз ғой, сухофруктыды өте көп жеу керек. Сухофруктыда өте көп витамин бар. Жаз болсын, қыс болсын, сухофруктыды алып жесеңіз, ол
өте көп витамин сода жинақталған. Егер тіпті қатты тәтті жегіңіз келіп жатса, осы тәттіні көп жеуге болмайды екен екіқабат әйелдерге, себебі балада диатез болып кетуі мүмкін деген секілді жақсы әсер етпейді. Хот-дог, шаурма, газды әртүрлі напитоктерде қажет емес. Тіпті кофені де ішуге болмайды екен. Мен осы екіқабаттық кезде көп кофе ішіп кеткен едім, бірақ анализіңіз дұрыс шықпай, өте қатты қиналып кетесіз. Сол себепті де ол бір нені бауыр толтырып тастауы мүмкін деген секілді. Сол себепті де жаңағы кофені көп ішуге кеңес бермеймін. Сүтпен шай ішеді. Мен өзім сүтпен шайды жақсы көремін, бірақ оны да 4 кеседен артық ішуге болмайды екен. Жалпы шайды 4 кеседен артық ішуге болмайды екен. Көбіне көп су ішу керек екен. Екіқабат әйелге таза судан басқа сусын жоқ екен. Яғни тек қана таза су іше берсеңіз, соның өзі балаға үлкен пайда, өзіңізге үлкен пайда, өзіңіз де жеңіл жүресіз. Жаңағы ішкі құрылысыңызда ешқандай зақымданбайды. Сол себепті де тек қана су ішіп, күтініп, табиғи суды ішіп, сухофруктыды жеп, жеміс жидектерді жеп, жеміс жидекте өте көп витаминдер бар, оны барлығымыз білеміз. Сол өз қысқы жеміс жидек болса, қысқы жеміс жидек, күзгі болса, күзгі жеміс жидек. Әр кезде енді әртүрлі жеміс жидектер болады. Соған байланысты, жалпы ауа райына байланысты піскен жеміс жидектердің әртүрлісін жей беруіміз керек. Сол кезде өзіңіздің әйелдің организміне де жақсы, баланың организміне де жақсы, себебі бала сол әйелдің организміне, яғни ішіне кеткен заттан өзіне қорек алады. Достар, мен сіздерге өте көп ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер де менің арнам ұнап жатса, арнама жазылыңыздар. Менің осы екіқабаттыққа, бала дамуына байланысты, жалпы анаға байланысты өте көп видеолар бар. Арнама жазылыңыздар, міндетті түрде бөлісіңіздер. Комментарий, сұрақтарыңыз болса астына қойыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын, міндетті түрде жауап беремін. Көргендеріңізге рахмет.